Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев бүгін Ақмола облысына жұмыс сапарымен барды. Көкшетауда өңір экономикасы үшін ғана емес, ел үшін маңызды екі нысандар алып көрді. Мысалы, КамАЗ инжиниринг 10 жылдан бері табысты жұмыс істеп келеді. Ал Синегория аталатын серіктестік сүт өңдейді, сүттен түрлі өнімдер жасайды. Президент Көкшетауда өткен Қазақстан халқы ассамблеясының форумына да қатысты. Рет-ретмен Еркін Таңатқанұлы. Синегория серіктестігі тәулігіне 160 тонна сүт өңдейді. Ауыл шаруашылығына бейім Ақмола өңірі үшін агроөндіріс өте маңызды сала. Істі үйлестіру, жүйелеу және дамытып өркендету негізгі міндет. Северные области нашей страны, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Кустанайская, это житницы мирового значения. Сегодня это бренд. Наша пшеница во всем мире бренд. И когда рассчитывается мировое обеспечение продовольствием всего мира, дается расчет по Казахстану. Сколько чего мы занимаем. Поэтому на нас большая ответственность для себя увеличивать объемы и качество продукции, уметь его подать как абсолютно экологически чистый продукт, особо качественный продукт. Это наша задача. Поэтому вот северные регионы Казахстана, я всегда говорю, это лучшие специалисты зерносеяния в мире. И на Багаре выращивать такой хлеб, как мы, редко кто умеет. Ақмола биыл 4 миллион 700 мың гектар жерге тұқым себуді жоспарлап отыр. Көбі бидай әрине 4 миллион 200 мың гектар. Азық-түлікті өткізуге нарық дайын, іргеде Астанадыр. Государство, как я говорил, колоссальную помощь оказывает. У вас в области с 2009 года 8 раз увеличено субсидирование по всем хозяйствам. 15 миллиардов тенге, из них 14 пошло на производство. Я ставлю задачу, чтобы вы обеспечивали Астану. Это естественный потребитель, вы должны радоваться, есть куда продать. Но за прошлый год я смотрел, по молоку на 10% обеспечение выросло, по мясу на 14%. Это не предел, это около, ты сказал, 40%, да? 45% молока и 47% мяса. Потребление. Город растет, уже, наверное, миллионные жители уже есть, и дальше будет расти, и потребление будет расти. Сельское хозяйство, сельскохозяйственный товар – это всегда конкурентный товар. Серіктестікте 170 адам жұмыс істейді, соның бірі Айгүл Баймұрзина. Дәл қазір біз балаларға арналған емдік бағыттағы және құнарлы азық болатын өнімдер шығаруды жоспарлап отырмыз. Атап айтқанда құрамына түрлі витаминдер, кальций қосылған сүт өнімдері болмақ. Мақсат біздің балаларымыздың иммунитетін көтеріп, денсаулығын мықтау. Мынау алып кәсіпорын КамАЗ инжиниринг Бақтияр мен Әнуар алып техниканың шағын тетіктерінен бастап, мықтап, бұрап, құрап жатыр. Екеуі де есеніп, ағайынды жігіттерді әкесі Байбатыр баптап, осы зауытқа келген. Бұл зауытта істеп жүргеніме 8 жыл уақыт болды. Енді жұмысқа көңіліміз толады, жалақымыз тиянақты. Және өзім жұмыс істегенімнен бері жастарды баулып, сол өзіміздің білгенімізді жастарға үйретіп жатырмыз. Өзіммен бірге екі балам да осы зауытта жұмыс істейді. Конвейерде, машина жинау жағында. Зауытта 197 адам жұмыс істейді. Бақтияр мен Әнуар секілді әке жолын қуған азаматтар аз емес. Президент Нұрсұлтан Назарбаев қуатты кәсіпорындар айналасында шағын және орта бизнес шоғырлауы тиіс екенін ескертті. КамАЗ – это результат договоренности с Россией, совместное предприятие. Дальше будем развивать. Другие промышленные предприятия тоже развиваются. Вот специально Алтметалл Васильковка наконец нашли инвестора, хорошо работает. Очень хорошо работает. Крупнейшие предприятия области, да? Да, самое больше на 39 миллиардов. Степаногорск, промышленность хорошая, подшипники там работают? Подшипники сейчас реанимируем, да. С Российской Федерацией совместно. Подшипниковые предприятия. Ну и переработка мелкая не обязательно, крупная, большая. Значит, мы раньше гигантскими предприятиями увлекались. Сейчас малый и средний бизнес главным образом дает работу. Вот этот завод КамАЗ, он все больше будет заинтересован снимать издержки. Меньше людей на конвейере. Это нормально, так должно быть. Они будут стараться уменьшать затраты, увеличивать себестоимость, уменьшать. Поэтому гигантские предприятия не создают много рабочих мест. А вокруг этих предприятий малый и средний бизнес и услуги, они создают рабочие места. КамАЗ инжиниринг құрылғалы бері 4 мың ауыр көлікті құрап сатқан, бюджетке 1,5 миллиард теңге салыпты. Салық түрінде күніне 5, кейде 7 КамАЗ құрап шығарады.
Основная задача нашего коллектива — Біздің ұжымның негізгі міндеті техниканың сапасын толық қадағалау. Біздің кәсіпорын халықаралық ISO 9001-2008 стандарттарына сай жұмыс істейді. Біздің көліктер өте сенімді, сапалы және сұраныс көп. Халық шаруашылығының барлық саласына жегіледі. Мысалы, құрылыс, жол салу, мұнай саласы, сондай қорғаныс министрлігі мен төтенше жағдайлар министрлігінің тапсырыстарын орындаймыз. Елімнің тағдыры, менің тағдырым. Көкшетауда бүгін үлкен форум өтті. Қазақстан Халқы Ассамблеясының 20 жылдығын ұлықтау мақсатында. Елдігіміз, бірлігіміз, татулығымыз, осы 23 жыл тәуелсіздіктің кезінде жеткізген тамысымыздың барлығы елдің бірлігі менен татулығының арқасында. Ақмола облысы орталық облыс, еліміздің жүрегі, елорда астанамыздың тірегі. 120-дан астам ұлт пен ұлыстардың өкілдері татулық тербетілген өңірде өмір сүріп жатқанын қуанышпен айтуға болады. Сайын даланы ну орманға айналдырған, астығы тербеліп өндірісі өрлеген жасампаз елдің жарқын өлкесі. 5000 адам қатысқан үлкен форумда мемлекет басшысы Қазақстан қоғамы ұмтылуы тиіс 5 міндетті тарқатып айтты. Мемлекеттік қызметтің абыройы, жеке меншікті қорғау, орта тапты қалыптастыру, ұлт бірлігін насихаттау және 5-ші либералды қоғамға жету. Бірлік деген баға жетпес біздің халқымыздың байлығы. Алдыменен қазақ ұлтының бірлігі, екіншіден барлық қазақстандықтардың бірлігі. Егерде бірлігіміз мықты болса, мығым болса, біздің жағдайды жақсылап Қазақстанды жаңа белестерге шығаруға барлық мүмкіншілігіміз алшақта бар. Менің Нұр Отан партиясының 16 съезінде сөйлеген сөзім, елімізді заманауи мемлекет жасап, бұдан ары дәрежесін көтере беруде деп санаймын. Ассамблеяның форумы үлкен концертке ұласты. Қазақ жеріндегі бар ұлыстың өкілдері өздеріне тән ерекше киімдерін киіп, өнерлерін көрсетті. Дауылпаз күй, жарасымды би асқағанның түпкі мәні бірлік. Еркін таң атқан лайқын дәлел. Қазақстан ұлттық телеарнасы, Көкшетау.